Сүт қосылған шай талғап ішетін адамдардың сусыны. Десе де қазақ халқы үшін сиыр сүтінің орны ерекше. Қазақ баласының санасында сусынның бұл түрі қалай ішсең де пайдалы деген ой қалыптасып қалған. Алайда шын мәнінде сүтті шайға қосып ішкен қаншалықты дұрыс, оның пайдалы және зиянды тұсы қандай? Егер де сіз осы видеоны қарап отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ұлыбритания ғалымдары сүтті шайдың зиянын анықтады. Олар бірнеше зерттеу жүргізіп, сүт қосылған шай ас қорыту жүйесіне, асқазан ішек жолдарының жұмысына кері әсерін тигізетінін дәлелдеді. Сүт пен шайды араластырып ішкенді ұнататындар асқазан ішек жолдары ауруларына жиі шалдығады. Одан кейін нефролог мамандарға жиі қаралады. Себебі шайды сүтпен бірге ішу бүйректе тас және құмның жиналуына әкеледі дейді мамандар. Сүт шайдың пайдалылығын төмендетіп, оның құрамындағы маңызды антиоксиданттарды 15-25%-ға дейін азайтады екен. Бұл дегеніңіз, сүттен бас тарту арқылы адамның денсаулығы едәуір жақсара түседі деген сөз. Бір қызығы, сүттің зияндылығы оның қаншалықты майлы екеніне байланысты екен. Мәселен, майсыз сүт майлы сүтке қарағанда әлдеқайда зиян болып табылады. Бұл ретте дүкен сөрелерінде толып тұрған сүт қораптары едәуір зиян деген байлам жасауға толық негіз бар. Себебі олар шайдың құрамындағы антиоксиданттарды біз атап көрсеткен мөлшерден де көп жояды. Неміс дәрігерлері жүргізген келесі бір зерттеуге сәйкес, сүт қосылған шай жүректің жұмыс істеуіне кері әсерін тигізеді. Себебі сүттің құрамындағы казеиндер шайдың құрамындағы катехиннің концентрациясын төмендетеді. Ол гипертония дертіне немесе қан қысымының тұрақсыздығына әкеліп соқтырады. Десе де сүт қосылған шайдың құрамында адам денсаулығына қажетті мөлшерде кальций болады екен. Демек, түптеп келгенде бұл сусынның да пайдалы тұсы бар. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.